Қазбек беріде елге белгілі болған кезде бір бала үшін дауласып, екі әйел алдына келіп жүгінеді. Әйелдердің бірі: "Мынау баламды мен ес білмейтін жас күнімде жоғалттым. Соны мынау әйел тауып алды ма, әлде ұрлап алды ма, оны білмеймін, әйтеуір асырап алыпты. Бүгін танып сұрасам, өз балам деп бермейді" дейді. Екінші әйел тұрып: "Бала өзімдікі, өзім таптым, мынау босқа жармасып тұр" дейді. Қазбек екі әйелдің сөздерін тыңдап болып, біраз ойланып отырып қалады. Содан кейін: "Бірің балаңды жоғалтқаныңды, енді бірің тапқаныңды растап шығарлық мұнда басқа куә жоқ. Сондықтан мынада билік еткім келеді" дейді де, баланың екі қолын екі әйелге ұстатып қойып, қара балтаны ұстап көтеріп тұрып: "Екеуіңе бұл баланы қақ бөліп берейін. Осыған ризасыңдар ма?" дейді. Сонда балаға ие болып жүрген әйел: "Біреуге тірі кеткенше, жартысы болса да өзімде